Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында айқындалған жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениеті жобасы аясында 18 сәуір халықаралық ескерткіштерді қорғау күніне орай ескерткіштер сыр шертеді тақырыбында ынтымағы жарасқан киелі Ақши ауылында орналасқан ескерткіштермен таныстырып өтейік. 1980 жылы Тоқаш Бокин мемориалдық ескерткіші Ақши ауылының орталық алаңында 6 метр биіктікте орналасқан. Тұғыр биіктігі 1 метр, жалпы көлемі 1,6 және 1,2 метр. Ескерткіш тасы ақшыл сұр граниттен қашалып жасалған. Ескерткіш аумағының жер көлемі 7,6 метр. Ол цементпен құйылып, 6 бұрышты плиткалармен өрнектеліп, қиыстырыла орналасқан. Ескерткіш тұғырына Тоқаш Бокин есімі қашалып жазылған. Биыл, яғни 25 сәуірде Тоқаш Бокиннің туғанына 130 жыл толады. Біздің ауылымыздың келесі ескерткіші Ұлы Отан соғысы жеңісінің 45 жылдығында Ұлы Отан соғысы құрбандарына арналып 1982 жылы ескерткіш салынды. Ұлы Отан соғысында құрбан болған Ақши ауылының азаматтары тізімі құлпытасқа ойылып жазылған. Ескерткіш жобасының авторы аудан архитекторы Абсаттар Абақов. Мәңгі ала оты орналасқан. Мемориалды ескерткіш жер бетінен жарты метр биіктікте орналасқан. Биіктікпен ақ мәрмәр плиткалардан қаланған. Ескерткіштің биіктігі 6 метр. Бұрыштары қашап өңделіп, қара мәрмер тастардан жасалынған.